Ассалаумағалейкум, аңыз доп арнасының көрермендері. Лионель Месси футбол тарихында бұрын-соңды болмаған рекорд орнатты. Мұндай жетістікке тарихта бірде-бір футболшы жеткен емес. Бірақ алдымен Неймардың сұхбатын тыңдап көрейік. Ол өз сөзінен айнымай, Роналду мен Мессидің қайсысын мықтырақ санайтынын ашық айтты. Достар, видеоны лайкпен қолдап, тамашалаңыздар. Бразилия құрамасының шабуылшысы Неймар Жапониямен болатын матч алдында Карло Анчелоттидің командасындағы өзінің рөлі туралы пікір білдіріп, журналистердің Роналду мен Мессидің қайсысын мықты футболшы деп санайсыз деген сұрағына жауап берді. Неймардың айтуынша, Жапония сапалы команда. Тек біздің құрама сияқты атағы дүркіреп тұрған команда емес. Сондықтан оларды бағаламау деген болмайды. Бізді өте жақсы матч күтіп тұр. Анчелоттидің біздің құраманы жаттықтырып жүргені өте керемет. Ол сені жай ғана ауыстырып, немесе негізгі құрамға шығармай қоймайды. Оның алдында сенің не себепті ауысатыныңды немесе неге алаңға шықпайтыныңды түсіндіретін нақты дәлелдері болады. Бұл дәлелдер барлығына жеткілікті. Ол өзімен дауласқың келмейтін нағыз кәсіби маман. Оның арқасында біздің құрамада бірлік қалыптасты. Әр ойыншы өзін ерекше адам емес, ерекше команданың бір бөлігі екенін түсінеді. Сондықтан Жапонияға қарсы матчта негізгі құрамда ойнаймын ба, жоқ па, нақты айта алмаймын. Бастық қалай шешсе, солай болады. Бірақ тағы да қайталаймын, бұл ойын оңай болмайды. Менің құрамадағы рөлім Винисиустың рөліндей маңызды емес екенін түсінемін. Қазір ол біздің негізгі шабуылшымыз. Ал біз оған көбірек гол соғуына көмектесеміз. Біз әлем чемпионатын жеңгіміз келеді. Бірақ чемпион болу үшін әрқайсымыз өз эгомызды шетке ысыруымыз керек. Финалда Аргентинамен немесе Португалиямен ойнауды қалайсың ба? Шынымды айтсам, мен Португалияны таңдар едім. Менің ойымша, олармен ойнау сәл жеңілірек болар еді. Бұл олардың құрамында Месси болмағандықтан емес. Жалпы Аргентина құрамасы Португалиядан сәл мықтырақ. Ал футболшы ретінде кім мықты? Роналду ма, әлде Месси ме? Бұл күтілетін сұрақ. Білесіздер, Месси ең алдымен менің досым. Біз Барселона мен PSG клубтарында бірге ұзақ жолдан өттік. Бірақ онымен дос болғаным үшін оны Роналдудан мықты деп айта салмаймын. Бұл дұрыс емес. Көрермен ретінде сіз Месси әлем чемпионатын жеңіп алды, сондықтан ол Роналдудан мықты деп айтуыңыз мүмкін. Бірақ футболды түсінетін адам үшін бұл жеткілікті дәлел емес. Месси Роналдудан мықты деп кесіп айту дұрыс емес. Ал Месси футболда Роналдудан көбірек жетістікке жетті десек, бұл әлдеқайда дұрыс пікір болады. Өкінішке қарай, Мессидің әлем чемпионатындағы жеңісі мен алтын доптары оны автоматты түрде Роналдудан мықты етпейді. Өйткені біз Роналду туралы да, ол көбірек гол соқты, Чемпиондар лигасында көбірек турнир жеңді деп айта аламыз. Түсініп тұрсыздар ма? Мен Португалия футболшыларын құрметтеймін. Бірақ жалпы алғанда Португалия құрамасының ойыншылары Аргентина ойыншыларынан сәл әлсіздеу. Сондықтан бұл жағынан Роналдуға қиынырақ. Менің ойымша, Роналду мен Месси екі футбол аңызы. Екеуі де әлемдік футбол тарихындағы ең үздік ойыншылардың қатарында. Роналдудың көптеген артықшылықтары бар, және Мессиге қарағанда жақсы орындайтын тұстары да жетерлік. Мысалы, оның ерік жігері, шабуылды аяқтауы, командаластарын жігерлендіруі және пенальти орындауы. Меніңше, әлемде пенальтиді Роналдудей сенімді орындайтын адам аз. Сеніңіздер, пенальти тебу жай ғана ойын барысында гол соғудан әлдеқайда қиын. Әсіресе психологиялық тұрғыдан өте ауыр. Екінші қабаттағы ойыны таза шабуылшы ретінде голдық мүмкіндіктерді пайдалана білуі, физикалық дайындығы және 41 жасында да гол соғып, жарақатсыз ойнап жүргені оның ерекше қасиеттерінің бір бөлігі ғана. Роналдудың әлемдегі ең үздік болатын көптеген қыры бар. Ал Месси дриблинг шебері әрі тамаша пас беруші. Ол басқа футболшылар жасай алмайтын дүниелерді жалғыз өзі жасай алады. Ол керемет футболшы. Оның айып-добын орындауы, пас беруі, қарсыласын алдап өтуі, футболды түсінуі, ойлау қабілеті және басқа да қасиеттері оны әлемдегі ең үздік футболшылардың біріне айналдырды. Дегенмен мен Роналду мен Мессиді бір деңгейде қоямын. Әлем чемпионаты да, Чемпиондар лигасы да, басқа жетістіктер де осы екі футболшының бірін екіншісінен анық жоғары қоюға жалғыз өзі жеткілікті дәлел бола алмайды. Жаңа буынның ең үздік ойыншыларының бірі
Donatello, ол футболдың барлық қырынан өте мықты. Бірақ кейде сәл өзімшілдеу. Сонымен қатар Ямальды, Винисиусты, Холландты, Алисерді, Финьюді, кейінді де атап өтер едім. Жалпы қазіргі таңда керемет футболшылар өте көп. Бұл менің мансабымдағы соңғы әлем чемпионаты ма? Білмеймін, алдын ала болжам жасамай-ақ қояйық. Алдымен осы турнирді жеңуге тырысайық. Содан кейін сөйлесерміз. Жеңіліс туралы біз тіпті ойлағымызда келмейді деп Неймар 2026 жылғы әлем чемпионатында бразилиялық журналистерге берген сұхбатында сөзін қорытындылады. Ал бүгін таңертең Аргентина құрамасының шабуылшысы Лионель Месси футболдан әлем чемпионатының тарихына енді. Ол турнирде қатарынан 7 матчта гол соққан алғашқы футболшы атанды. Аргентина құрамасының капитаны Иорданияға қарсы кездесуде өзінің феноменалды сериясын жалғастырды. Аргентина бұл ойында 3-1 есебімен жеңіске жетті. Месси тағы да гол соғып, бұрын соңды ешбір футболшы орната алмаған ерекше жетістікке қол жеткізді. Лео алаңға 70 минутта шықты да айып добынан гол соқты. Осылайша Месси әлем чемпионатының қатарынан 7 матчында гол соғуды жалғастырды. Сонымен қатар Месси әлем чемпионаттарындағы өзінің голдар рекордын да жаңартты. Енді оның әлем чемпионаттарындағы гол саны 19. Осылайша ол өзінің ең жақын қуғыншылары Мирослав Клозе мен Килиан Мбаппеден осып кетті. Олардың еншісінде 16 голдан бар. Міне, достар, бүгінгі қысқаша ролигіміз осындай болды. Егер видео ұнаса, лайк басып қолдаңыздар. Ал ұнамаған болса да, бәрібір лайк басып кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік. Ертең тағы кездескенше.